Сәлеметсіздер ме? Геологиялық барлау колледжі. Арнайы пән оқытушысы Матаева Гүлнұр Ғабдылмарқызы. Мамандық 0701 пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлау және геологиялық суретке түсіру. Пән Қазақстан палеонтологиясы мен геология негіздеріндегі тарихи геология. Сабақтың тақырыбы мезозойдың геологиялық тарихы. Мақсатына тоқталатын болсақ, мезозой заманының геологиялық тарихымен танысу. Жоспар бойынша бізде 4 сұрақ қарастырылады. Біріншісі мезозойлық заман, триастық дәуір, юралық дәуір және борлық дәуір. Мезозой заманына тоқталатын болсақ, жоспар бойынша бірінші сұрақ. Жалпы мезозой 1841 жылы ағылшын геологы Жорж Филиппен бөлініп көрсетілген. Мезозой төменнен жоғары қарата триас, юра және бор дәуіріне бөлінеді. Мезозой заманы 235,10 және 66,3 миллион жыл аралығын қамтиды. Мезозой заманында бауыр мен жорғалаушылар, өсімдіктер әлемінде ашық тұқымды өсімдіктер кеңінен таралған. Қазіргі кездегі емен, қайын, тал, қарағай сияқты өсімдіктер осы заманда пайда бола бастаған. Өсімдіктеріне тоқталатын болсақ, мезозой заманының жалпы алып қырық жапырақтылар, ағаш тектес қырық буындылар осы мезозой заманында пайда бола бастаған. Плаун тәрізді өсімдіктеріміз бір жола жойылып, оның орнына ашық тұқымды өсімдіктер пайда болған. Жер жылнама. Мезозой заманындағы жер жылнамасы 3 дәуірге бөлінеді. Триас, юра, бор. Триасымыз бізде жер жылнамада күлгін түспен боялынған, индексі Т әріпімен белгіленеді. Оның өзі 3 кезеңге бөлінеді. Алғашқы, ортаңғы, соңғы. Юра дәуірі, индексі G әріпімен белгіленеді. Түсі көк түспен боялынған. Алғашқы, ортаңғы, соңғы. Бор дәуірі бізде ашық жасыл түспен боялынған, индексі Т әріпі алғашқы, соңғы жаңағы бор кезеңіне бөлінеді. Енді жоспар бойынша екінші сұраққа тоқталатын болсақ, триастық дәуір жалпы қалай бізде аталынды? Бұл 3 деген саннан шыққан осы дәуірдің аты, яғни оңтүстік Германияда табылған Перм дәуірінің үстіңгі жағындағы қабаттардың санына байланысты қойылған атау. Енді триас заманына тоқталатын болсақ, бұл кезде динозаврлар кеңінен таралған. Динозаврлардың алғашқы түрлері осы триас заманында пайда бола бастаған. Жалпы триас заманы бауыр мен жорғалаушылар өте көп таралған деп айтсақ болады. Оларға динозаврлар, ихтиозаврлар, суда мекен еткен жаңағы ағзамыз, тасбақалар, және қолтырауындар. Ссылка арқылы қазір кішігірім триас заманы туралы видеоролик назарлайық. Вот так выглядела Земля в триасовый период. Суша еще не была разделена на отдельные континенты и представляла собой один гигантский материк – Пангею. Почти вся территория Пангеи была занята пустынями, суровыми условиями для жизни животных. На протяжении триасового периода одни формы древних рептилий сменяли другие, но теперь посреди этих безводных пустынь возникло нечто поистине революционное. Группа рептилий, которой будет суждено господствовать на Земле,
в течение последующих 160 миллионов лет. Это первые динозавры, и здесь берет начало наш рассказ. Яғни балалар, үйден осы видеороликті мен классрумға енгізіп қойдым. Слайдта сендерде ссылкасы тіркелген, толық қарайсыңдар. Осы триас замандағы өмір сүрген ағзалар мен жалпы жер шарында қандай өзгерістер болды, толық жаңағы мағлұматтар берілген. Енді ары қарата жаңағы ихтиозаврға тоқталатын болсақ, қысқаша сипаттамасына ұзындығы денес 10-12 метрге дейін жеткен, денесінің сыртынан қабыршағы жоқ, тұмсығы дельфинге ұқсаған, тісі қолтырауынға ұқсаған, басы кесірткеге ұқсаған, жүзбе қанаттары китке ұқсаған, құйрығы балыққа ұқсаған ұзын ихтиозаврлар осы триас заманында теңіздерде мекен еткен жаңағы ағзамызға жатқыза аламыз. Бұл бейне көрісі ихтиозаврлардың жаңағы айтқан сипаттамаларға қарап тұрсаңдар келеді. Бірнеше ағзалардың әртүрлі жаңағы дене мүшелерінде ұқсастықтары кездеседі. Келесі жоспар бойынша екінші сұраққа тоқталатын болсақ, Юра дәуірі G әрпімен белгіленеді. Франция мен Швейцарияның шекарасында орналасқан қаланың атымен аталынған бұл кезеңді динозаврлар кезеңі немесе қорқынышты кесірткелер кезеңі деп айтамыз. Бұл кезеңде ауада да, құрлықта да, суда да, бәр жерлерде де бауырымен жорғалаушылар кеңінен таралып тіршілік еткен. Енді осы Юра дәуірінде динозаврларымыз қарқынды дамып, түрлері де, сандары да алуан түрлі болды. Динозаврлардың санының түрі 250 түрге дейін жеткен. Юра дәуірінің жануарлар әлеміне тоқталатын болсақ, бұнда тек қана бауырымен жорғалаушылар емес, жәндіктерде жаңағы пайда бола бастаған. Сол сияқты алғашқы құсымыз археоптерикс та осы Юра дәуірінде пайда болған. Брахиозавр. Енді динозаврлар дәуірі деп айтқаннан кейін біз тым болмаса бір динозаврымызға толық сипаттама тоқтала кетсек, брахиозаврдың жаңағы пішіні өте ірі болған, жаңағы басы кішкентай, мойыны мен құйрығы өте ұзын, денесінің ұзындығы 30 метрге дейін жеткен, салмағы 50 тоннаны құраған. Алып брахиозаврлар осы Юра дәуірінде тіршілік еткен. Сол сияқты динозаврлар бізде өсімдіктермен де қоректенген, немесе өзге де ағзалармен жаңағы қоректенген жануарларға жатқыза аламыз. Юра кезеңінің өсімдіктер әлеміне тоқталатын болсақ, бұл кезеңде ауа райы жұмсақ, қолайлы болған, соның салдарынан көптеген өсімдіктер әлемінде өзгеріске ұшырап, жаңағы жабық тұқымды өсімдіктеріміздің пайда болуына әкеп соққан. Яғни осы кезде жаңағы тұқымының жеміспен қапталған жабық болуымен ерекшеленеді. Соның салдарынан жаңағы қоршаған ортадан қорғап, қолайсыз жағдайдан жаңағы таралу алқабын үлкейте түскеніне көзіміз жеткізе аламыз. Бор дәуірі жоспар бойынша үшінші сұрақ. Бор кезеңі бақалшақтар мен ұсақ теңіз жануарлардан түзілген бор қабатының қалың болуымен бор кезеңі деп аталынған, бор дәуірі деп. Бұл кезеңде гүлді өсімдіктеріміз пайда болып, екінші атауы гүлді өсімдіктер дәуірі деп те атайды. Енді жалпы осы бор кезде Юра кезіндегі тіршілік еткен динозаврларымызда қарқынды дамып, тіршілік еткен.
өсімдіктер әлемінде гүлді өсімдіктеріміз пайда болған. Ең негізгі ерекшелігі басқа екі дәуірден қарағанда осымен ерекшеленеді. Назарларыңызға видеоролик. В меловой период особенно велико было разнообразие видов динозавров. Развитие растительного мира и увеличение растительной биомассы дало толчок к появлению новых видов растительноядных динозавров, а вслед за ними невероятные животные. Монстры мелового периода. Третья часть. 100 миллионов лет назад. Средний меловой период. Это паралититан, 45-тонный зауропод, имел длину 26 метров и высоту 10 метров. На противостоящем большом пальце имелся крупный коготь. Паралититан жил возле мангровых болот, которые предоставляли огромному тяжеловесу необходимое изобилие пищи. У них было мало врагов. В основном хищники нападали на молодых зауроподов. В водоемах обитал саркозух, бесспорный король крокодилов. Его масса достигала 8 тонн, имел длину 12 метров, был в 2 раза крупнее любого современного крокодила. Питался водными животными и небольшими динозаврами. Длинный вытянутый череп животного достигал впечатляющей длины 2 метров. Саркозух имел закругленную булавовидную форму пасти, позволявшую ему быстрым броском захватывать рыбу и от случая к случаю цеплять и затаскивать. В отличие от современных крокодилов, он не был способен к смертельному вращению. Рядом ходит еще один хищник – кархародонтозавр, один из самых больших хищных динозавров мезозойской эры. По размерам он превосходил тираннозавра, достигал 15 метров в длину, 6 метров в высоту и весил 7 тонн. Кархародонтозавр отличался большим черепом и особенной формой загнутых внутрь зубов. Из-за этого он и получил свое название – акула-зубый ящер. Длина зубов динозавра достигала 20 сантиметров. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келсек, мезозой геохронологиялық бөлімдерін сендермен танысқанбыз, соны үйде қарастырасыңдар. Келесі сабақта мен сендерден бөлімдерінің атауларын сұраймын. Яғни қандай дәуірге бөлінеді, қандай кезеңге және қандай ғасырларға индекстармен жаңағы сұрақ қойылады сендерге. Келесі триас дәуірінің ағзаларының өмір сүру жағдайлары және пайдалы қазбалары. Яғни мезозой заманында қандай ағзалар тіршілік етті, қандай өсімдіктер әлемінде өзгешеліктер болды, сол туралы үйден қайталап оқып, келесі сабаққа дайындаламыз. Юра дәуірінің ағзалары және бор дәуірінің ағзаларына да сипаттамасына тоқталып үйден қарастырасыңдар. Сонымен қорытындылайтын болсақ, мезозой заманы өте қолайлы заман болған, яғни климаты өте жылы, өсімдіктер әлеміне де, жануарлар әлемінде де өзгерістер өте көп болған. Жаңағы ашық тұқымды өсімдіктеріміз, гүлді өсімдіктеріміздің пайда болуына әкеп соққан. Қазіргі кездегі қайын, терек, ағаштарда осы мезозой заманында пайда бола бастаған. Жануарлар әлеміне тоқталатын болсақ, климаттың қолайлы болуына байланысты оттегі көп болған. Соның салдарынан жаңағы жануарлар әлемінде өте ірі, алуан түрлі динозаврлар, қолтырауындар, кесірткелер, жәндіктер, сол сияқты түрлері өте көп кездескен. Келесі сабақта мен сендерден видеороликті көрген динозаврлардың аттарын сұраймын. Жалпы келбеттері қандай болған, қалай өмір сүрген, қалай қоректенген, сол жайлы толық видеороликтен қарап, жаңағы конспектіні конспекттейміз. Сабақ осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.